Эксперимент номер 2. Біз алдында айырбак жарып көрсеткен болатынбыз. Көп адамдар айтты. Дұрыс. Алдына баланы детский кресломен дәл осылай теріс қаратып отырғызуға болмайды деген знак. Олай болмайды. Негізі заводтың өзі қауіпсіздік ережесі бойынша автокреслоны теріс қойма дейді. Және алдында біз айтқанбыз, мына ұзақ жолдарда торпеданың үстіне аяқ қойып қоятын әдетіміз бар көп адамда. Ер адамдар енді основном істейді. Оны да істемеңіздер. Дәл енді мынаның опаснысын біле тұра, мен не то что теріс, бұлай алдына қаратып та, кішкентай баламды да алдына отырғызбас едім. Әркім өзі біледі. Өйткені қаупі өте жоғары. Біз қазір эксперимент жасап көреміз. Детский креслоны теріс қойдық. Мына жерде примерно 5-6 килограмм баклажка су құйып қойдық. Сиденье жоқ, біз орнына былай примерно көтеріп қойдық. Дәл енді былай тақалып тұрмаса да, кішкене ашық тұрады ғой. Эксперимент кетті. Кресло аняққа кетті. Анан мойнын жұлып алды ма креслоның? Мынаның қара, мынаның мойнын сол жүріпті. Бекіп тұратын нәрсе екен ғой. Айырбак негізінде үлкен скоростта, Құдай сақтасын, қазақ айтады, жаман айтпай, жақсы жоқ дейді. ДТП болып қалуы мүмкін. Әрбір қауіптің алдын алу үшін осындай айырбак мешоктар ойлап табылған. Ремен тағып отыру керек, міндетті түрде. Ремен тағып отырсаңыз, мына айырбак ДТП болған жағдайда адам пока лобовойдан ұшып шығам дегенше, мынау жаңағындай 300 км/сағатпен сізді күтіп алады, короче айтқанда. Мынаны бетке соғылса оңай емес, но лобовойды тесіп шығып ұшып кеткеннен көрі, хотя мына айырбак құтқарып қалады. Ремен тағып жүріңіздер, кішкентай балаларды алдына лучше отырғызбай қойған жақсы ғой. Осы видеомен таныстарыңызбен міндетті түрде бөлісіп қойыңыздар. Қауіпсіздік ол әр адамның жеке міндеті.